Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Ең алдымен каналыма тіркеле кетіңіз. Және де жоғарыда инста парақшам белгіленіп тұр, соған да тіркеліп кетіңіз. Бүгін осындай оңай, керемет, дәмі күшті шығатын гуляш дайындайтын боламыз. Қажетті заттар: ет, ұсақталған пияз, теркадан өткізілген сәбіз, томат соусы, бұрыш, зіре, лавр жапырағы, тұз керек болады. Ең алдымен осы 2 ас қасық ұнымызды қызып тұрған отта май салмай осылай қоңырқай түскенше қуырып аламыз. Келесі майымызды құйып, қызған кезде етімізді салып, қызартып қуырып аламыз. Міне етіміз қуырылды. Келесі пиязымызды салып, пиязымызды да қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Пияз қуырылып болғаннан соң сәбізімізді салып, сәбізімізді де жақсылап қуырып аламыз. Бұл жерде менде сәбіздің мөлшері көп, өз қалауыңыз бойынша азырақ істесеңіз болады. Одан кейін томатный соусымызды салып, қуырып алып, келесі болғаннан кейін суымызды құямыз. Суымыз бетін жауып тұруы керек. Одан кейін бұрыш, тұз, лавр жапырағы, зиряны салып, жай отта, өте бай отта қалдырып қоямыз. Келесі қуырылған ұнымызға суымызды құйып, сұйықтау масса шығарамыз. Дайын болған массамызды бұқтырылып тұрған еттің үстіне құямыз. Бұл начинканың қою болып тұру үшін керек. Подачаға күріш немесе картошкадан пюрені қолдансаңыз болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіз де жасап көріңіз, сізге де ұнайды деген үміттемін. Ас болсын.